YouTube және Instagram парақшаларына тіркеле кетіңіз. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құран мұғжизалары, Перғауынның шірімеген денесі. Египеттің басқыншы және қатал билеушілері бұзылған саяси иерархияда өздерінің мәртебелерін көтеріп, халықты оларға құдай ретінде қарауларына мәжбүрледі. Ежелгі мысырлықтар өздеріне тән консерватизм себебінен жалған нанымдарынан қайтуды қаламады. Оларға тек Аллаға құлшылық қылуға шақыратын елшілер келіп отырды. Бірақ перғауындар қауымы қайтадан бұзылған нанымдарына қайтты. Сонда Алла насихатта бүгіттеуші Мұса алейхиссалям пайғамбарды жіберді. Сол уақытта Исраил ұрпақтары толық құлдыққа түсіп, шынайы сенімнің орнына пұтқа табынуды таңдаған еді. Мұса алейхиссалям пайғамбардың міндеті Египет халқын ақиқат дінге шақырып, сонымен қатар Исраил ұрпақтарын тұтқыннан құтқару болды. Алайда Перғауын Мұса алейхиссалям пайғамбардың шақыруын үзілді-кесілді қабылдамады. Ол Алланың елшілерін саяси қастандық пен мемлекеттік жүйеге қол сұғушылықта айыптады. Перғауын да, оның айналасындағылар да Мұса және Харун пайғамбарлар арқылы жолданған құдіретті жаратушының шақыруына құлақ аспады. Перғауынның тәкаппарлық пен дәріптеушілігі шынайы өліммен жолықпағанша жалғаса берді. Теңіз толқындары арасындағы өлімнен қашып құтылу мүмкін болмаған сәтте, ол Құдайды мойындап, аман қалу үшін дұға жасайды. Құранда Алла Перғауынның бойын өлім үрейі билеп, қалай иманға келгенін хабарлайды. Юнус сүресі 90 аят. Исраил ұрпақтарын теңізден өткіздік. Сонда Перғауын және оның әскерлері жауыздықпен, дұшпандықпен оларды қуды. Ақыры ол суға батар сәтте, Исраил ұрпақтары иман келтірген тәңірден басқа, тәңір жоқтығына иман келтірдім. Мен де бой ұсынушылардан болдым деді. Бірақ Алла Перғауынның тәубесін қабыл етпеді, және сөзсіз келер өлімнен қорқып, сол сәттегі оның иман жайлы айтқан сөздерін қабылдамады. Юнус сүресі 91-92 аят. Енді ғана сендің бе? Расында сен бұрын қарсы келген бұзақлардан болған едің. Сенен кейінгілерде үлгі болу үшін денеңді жансыз түрде құтқарамыз. Расында адамдардың көбі аяттарымыздан хабарсыз. Кейінгі ұрпақтарға ғибрат болу үшін Перғауынның денесі сақталатыны Құранда 1400 жыл бұрын хабарланған. Демек дене мыңдаған жылдар бойы шіруі мүмкін емес. Шынында да Мұса пайғамбар мен Исраил халқын қуған Рамзес Перғауынның денесі бүгінде сақтаулы. Және тарихи жәдігер ретінде Каир мұражайында Перғауындар лақатында көрілімге қойылған. Теңіз толқындарымен жерленген Перғауынның денесін толқындар жағалауға тастаған деп болжауға болады. Египеттіктермен табылды және мумияланды. Сонан соң лақаттардың бірінде жерленді. 1400 жыл бұрын айтылған сөздер орындалды. 1981-82 жылдары Перғауынның мумияланған денесін зерттеу жұмысы қолға алынды. Мумияланған мүрдені зерттеушілердің жетекшісі Морис Бюка еді. Ол Францияның белгілі ғалымы, таза француз текті отбасында өсті. Медицина университетін үздік бітірген дәрігер, өз теңдестері арасында білгір хирург. Зерттеу сәтті өтіп жатады. Бірақ Морис Бюкаға ең қызықтысы Перғауынның өлім себептері болды. Көп кешікпей зерттеудің нәтижелері белгілі болды. Қорытындылай келе, Перғауын теңіз суына түсіп өлген деген тұжырымға келеді. Дәлелі оның сыртқы тері қабатынан табылған тұздың мөлшері. Бальзамдап сақтау кейін болған. Құранда Перғауын жайлы аяттың бар екеніне көз жеткен француз ғалымы, дәрігер, хирург, зерттеуші аса таң қалып, мен бұл Құранға сендім, ислам дінін қабылдаймын деген екен.